Мен Әптіхалық Айсәуле Жанболатқызы, Қаратау ауданы Шымкент қаласы номері 103 жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы боламын. Мен бүгін ғылым, білім және технология атты ғылыми конференцияға өзімнің жобамды ұсынып отырмын. Ғылыми жобамның тақырыбы QR-код жаңа заман талабы. Бағытымыз информатика. Менің ғылыми жетекшім Жайықбаева Жібек Сырғабайқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыздың өзектілігі QR-код қазіргі заманның бір бөлігі болып табылады. Біз оны қолдана білуіміз қажет. Мақсатымыз QR-кодтың матрициялық кодтау әдісін, оның қазіргі қолдану саласын, мүмкіндіктерін зерттеу, бізді қоршаған ақпараттарды оңтайландыруға болатынын көрсету. Екі өлшемді штрих-код дегеніміз не? Көбісі бұл синонимді QR-код деп санайды. Алайда шын мәнінде бұл толықтай дұрыс емес. Екі өлшемді штрих-кодтың көптеген түрлері бар. Кез келген штрих-кодтың басты артықшылығы пайдалану ыңғайлылығында. Сканер бағдарламасының өздері әдетте функцияның стандартты жиынтығынан тұрады. Сонымен қатар олар егжей-тегжейлі шолуды қажет етпейді. QR-код екі өлшемді штрих-кодтың түрлеріне шолу болады. Бүгінгі біздің ғылыми жобамызда біз штрих-кодтар туралы айтатын боламыз. Біздің ғылыми жобамыздың зерттеу әдістеріне аналитикалық оқу, әдебиеттік теориялық талдау жасау, іздеу, контекстік талдау, салыстырмалы талдау, монографиялық жарияланымдар мен мақалаларға шолу, жалпылау, сауалнаманы зерттеу. QR, Quick Response, шұғыл жауап. Бұл мобильді телефонның камерасы арқылы жылдам тану үшін ақпаратты беретін екі өлшемді штрих-код. QR-кодтың көмегімен кез келген ақпаратты кодтауға болады. Мысалы, мәтін, телефонның номерін, сайттың сілтемелері мен немесе визиттік карталарды. Пайдалану. Камерасы бар телефонды аласыз, кодты сканерлеу үшін бағдарламаны іске қосасыз. Камераны кодқа әкеліп, ақпаратты ала бересіз. QR-кодтың өлшемдері әртүрлі болып келеді. Ең кіші QR-код 21-ден 21 пиксельге дейін, ал ең үлкені 177-ден 177 пиксельге дейін барады. 4 негізгі кодтау түрлері бар. Олардың алфавиттік бөлінуіне байланысты сандық, әріптік, цифрлық, байттық және канджи алфавиттік. QR-кодын қолдану. QR-кодын қолдану Жапонияда жиі кездеседі. 2000 жылдың басында QR-код кең таралды. Оларды көптеген плакаттарда, пакеттерде және де тауарларды кездестіруге болады. Мұндай ұқсастық кодтар дүкендерде сатылатын барлық тауарларға қолданылады. Оларды жарнамалық буклеттер мен анықтамаларға және де кітапшаларға орналастырылады. Шифрланған хабарлама, немесе тілекпен ашық хаттар, плакаттар, сыртқы жарнамалар, тағы да басқалары. Шифрланған URL әдетте жарнамаларды бізге берушілер бізді қызықтырғысы келетін сайттың мекен-жайы. Бүгінгі күні бұл штрих-кодтар кеңінен таралуда. Белгілі брендтердің өзектілігінде URL мекен-жайы да сақталады. Біз QR-код арқылы Facebook немесе басқа да әлеуметтік желілерге өзіміздің достарымызды шақырамыз. Және де оны жан-жақты сағаттың тілдерінде де қолданады. Сіз SMS арқылы QR-кодын ала аласыз, және де оны теміржол вокзалында немесе әуежайда ұсынасыз. Тауардағы штрих-код қолдануындағы ең алғашқы кең таралғаны болып есептеледі. Сіздің контактілеріңізде де код түрлерінде ұқсатылған және де смартфонның сканерлері кезінде мекен-жай кітабына қосылатын визит карточкаларында кездеседі. Біздің смартфонымызда QR-код бар. Смартфонды тек қоңыраулар үшін ғана емес, белсенді қолданатын адамдар оларды QR-кодын не екенін біледі, және де мобильді серфинг кезінде сілтемелерді қолмен жазу өте қиын болады. Жақсы камералары болуы тиіс телефондарды біз QR-коды арқылы ақпаратты ала аламыз және де оны енгізе аламыз. Бағдарламаларды жасақтаушылардың көмегімен QR-кодын декодтау. Камералардың ұялы телефонын аласыз,
Кодты сканерлеу үшін бағдарламаны іске қосасыз да, камераны объективті кодқа бағыттайсыз және де ақпаратты ала бересіз. QR кодын жасау командалары интернет сайтына qrcoder.ru сілтемесі арқылы кіріп, генератор QR кодов деген ақпарат ала бересіз. Қорытынды, жоба барысында QR кодын декодтауға арналған ең танымал бағдарламаларды анықтадық және олардың салыстырмалы сипаттамаларын жасадық. QR кодын декодтауға арналған ең танымал бағдарламалар бір-біріне айтарлықтай ерекшеленбейді және де барлық маңызды функциялары бар. QR кодын кодтауда, декодтауда ең оңай операциялар болып табылады. Жобаны қорытындылай келе, бұл тақырып өте қызықты болды. Және де біз болашақта осы тақырып бойынша ары қарай жұмыс істей білуіміз керек. Мақсатқа қол жеткізілді, міндеттер шешілді. Ғылыми жобамның зерттеуінен кейінгі менің ұсынарым. Қазақстанның әрбір мектептерінің кітапханаларында QR коды орнатылса, оқушыларға арналған оқу кестесі QR код арқылы берілсе, оқушылардың қауіпсіздігі үшін мектеп есігінде QR код енгізілсе. Назарларыңызға рахмет.